Құрметті оқушылар, қазір мен сіздермен шексіз кемел геометриялық прогрессияның қасиетін қолданып, мынау периодты, шексіз периодты ондық бөлшек санды қалай жай бөлшекке айналдыруға есеп шығарып көреміз. Содан сіздерге тапсырма, үйге тапсырма өздеріңіз шығаруға бір тапсырма берем, оны өздеріңіз шығарып көресіздер. Сонымен бізге мынадай есеп берілсін. Міне бізге дейді 1,6 және 12 осындай сан берілген екен. Яғни мынау деген сөз 1,6 12 деген сөз, мына 12 қайталана береді, қайталана береді, қайталана береді деген сөз, шексіз қайталана береді. Енді ағылшындық әдебиеттерде мұқият болу керек, мұны осыны бүйтіп те жазады. 1,6 12, мысалға 12 үстінде былай нүкте тұрады. Үстінде ағылшындық әдебиеттерде немесе кембридждік экзамендерде үстінде нүкте тұрса, ол период деген сөз, яғни 12 қайталанып отырады деген сөз. Шексіз көп қайталанады, яғни міне мынарды 12. Енді біздің мақсатымыз осыны жай бөлшекке айналдыру керек. Жай бөлшек дегеніміз бізде А бөлінген Б түріне келтіруіміз керек, бұны осындай түрге келтіруіміз керек. Яғни бұнда біз шексіз кемел геометриялық прогрессия деген ұғымды пайдаланамыз. Енді ең бірінші осыны мұқият шешейік. Ең бірінші біз былай істейміз. 1,16 жазық бойы барлығын бөлшек түрінде жазайықшы деп. Мен жазалам 1,16-ны 1,16 деп. Мына бір бүтін, мына период еместі бірден жазып алуға болады. Қосылған. Енді мынадан сансақ, мынау ондық, мынау жүздік, мынау мыңдық. Яғни мен жазалам бей деп. Жүзден, мына жүздікте тұр міне. Мына мен санатым сол, мынау жүздік. Одан кейін мыңдық. Одан 10 мыңдық сөйтіп кете береді. Сол кезде мынау жүзден бір, мына бір. Қосу 2, сонымен мыңдықта тұр. Демек, оны мен мыңнан 2 деп жазылам. Қосу, енді периодпен кете беретін болса, осыдан кейін не кетеді? Мыңнан кейін 10 мың кетеді. 10 мыңнан 1 болады. Мен периодты ғана жазам, себебі мынау бізге қажет жоқ. Ол өйткені өзінен өзі белгілі дүние. Қосу 10 мыңнан кейін 100 мың кетеді. 100 мыңнан 2. Қосу тағы сол сияқты кете береді. Міне. Ары қарайда жазуға болады, бірақ оны бізден түсінікті. Енді біздің мақсатымыз мынаны жай бөлшекке айналдыру керек болып тұр. Енді бізде мынау түсінікті. Алғашқы мына 1,6-сын біз жазып қояйық жарайды. 1,6 қосу. Енді біз мынаған мына екеуінен әрқайсысынан мысалға мындан жүзден бірді жақсыртына шығарсақ. Жүзден бірді. Ондыше бір қосылған 10-нан 2 қалады. Қосу тағы сол сияқты. Мынадан енді ортақ көбейткіш 10 мыңнан бірді шығарып көрейік. 10 мыңнан бірді шығарсақ, мынау 100 мың екен ғой. Мынау 100 мың, 10 мың, 100 мың е. 10 мыңды шығарсақ, бізде бір қосылған тағы да 10-нан 2 қалады. Қысқасы осындай не қайталана берді, осындай тізбек. Енді бұл жерден бірден байқау болып, барлығында ортақ көбейткіш мына 1 плюс 10-нан 2, 1 плюс 10-нан 2 деген міне. Мен бұны бір А деген әріппен етіп қойым. Бұлар негізінде жақшаның ішінде тұрған дүниелер міне. Ортақ көбейткіштер. Мына жерде де сондай болады. Енді оны ары қарай нақты көрінетіндей қылып жазайыншы тағы да. Тағы мына жерге артаман жазатын болсақ, мына жерде не болады деп ойлайсыздар? Мына жерде 100 мыңдан кейін миллион болады. Миллионнан 1 плюс 10 миллионнан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 міне. 2 болады. Сөйтіп жаза беретін болсақ, енді бұл жерде де бір нені көруге болады бірден. Бұлардың барлығынан 1 плюс 10-нан 2-ні жақсыртына шығарсақ, мына 1 10-нан
6-мыз тұра берсін. Қосу. Енді бұлардан мына 1 плюс 10-нан 2-ні жақ сыртына шарп жасақ. Енді 1 плюс 10-нан 2 деп бейтіп жасылықшы. 1,10-нан 2 ғой, енді 1 плюс 10-нан 2 деп отырғанымыз. Жақ сыртына шарп жасақ, бізде жақша ішінде қалады 100-ден 1 қосу 10.000-нан 1 қосу. Мына жерде не болады? Міне, мына жерде не болса, мына арадан 10.000-ды шығардық, одан кейінгі қысқасы 100-дің квадраты, 100-дің квадраты, мына арада 100-дің 3 дәрежесі шығады. Міне. Плюс тағы сол сияқты кете береді. Мынаны қарап отыратын болсақ, мына арада 100-дің 1 дәрежесі, мынау дегеніміз ол 100-дің квадраты, одан кейін 100-дің 3 дәрежесі, сөйтіп 100-дің 4 дәрежесі кетіп отыр. Енді бұл бізге не үшін керек? Бізге осы жақшаның ішіндегі дүние қызықты. Жақшаның ішінде бізде шексіз периодты кемелі геометриялық прогрессия болып тұр. Яғни бірінші мүшесі 100-ден 1, екінші мүшесі 100-дің квадратынан 1, үшінші мүшесі 100-дің кубынан 1, төртінші мүшесі 100-дің 4 дәрежесінен 1 деген сияқты осындай. Және олардың қосындысы. Енді ары қарай кетіп жатыр. Біз білмейміз қаншаға дейін кететінін. Сол себепті біз бұны шығара саламыз былайынан. Бұл бізде шексіз кемелі геометриялық прогрессияны емес, бірінші мүшесі 100-ден 1, еселігі тағы да 100-ден 1 болады. Себебі міне 100-ден 1-ге нешені көбейтсек 10.000-нан 1 шығады. Әрине 100-ден 1-ді көбейткен кезде. Сол себепті бұдан енді шығатын қорытынды біз шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысын табуды білеміз. Ол бірінші мүшені бөлеміз бір азайтылған еселікке. Демек бірінші мүшеміз 100-ден 1 бөлеміз бір бөлінген бір азайтылған 100-ден 1. Сол кезде бізде шығады мына бөлімінде 100-ден 99, алымында 100-ден 1. Мына 100 бен 100 қысқарса бізде қалады 99-дан 1. Міне 99-дан 1. Демек біз 99-дан 1-ді бүкіл мына бір жақшаның ішінде сол кезде бізде 99-дан 1 шығып тұр. Демек біз не істейміз? Біз мынадай қорытынды жасай аламыз. Демек біз мына бір 1,10-нан 6 қосу 1,10-нан 2 көбейту, мен мына бір жақшаның ішіндегі бүкіл санға 99-дан 1 деп жазалам. Демек 1,10-нан 6 тұра берсін қосу, мынаны мен енді мынаған көбейтіп бөлу үшін жай бөлшекке айналдырам. 10-нан 12 көбейту 99-дан 1. Енді бұны ары қарай шығаратын болсақ 1,10-нан 6 қосу, мына 99 бен 12-ні қысқартуға болады. 3-ке, мынары 4 болады, мынарда 33 болады. 3-ке қысқартсақ. Сол кезде мына мен мынаны да қысқартуға болады. Мынарда 5, мына жерде 2 деп, міне осылай. 2. Сол кезде мына жерде 33-ті 5-ке көбейтеміз. Бізге мынау 300 бен шығарған ыңғайлы да, негізінде. Жарайды, 33-ті 5-ке көбейте салайық. 33 көбейтілген 5, ол тең болады бізде 165. Мынары 165. 165 үстінде шығады 2. Енді біз мына арасында онда 5-ке айналдыра салайық. 5 деген бөлімге. Яғни міне екеуін қысқартып жіберсек 5-тен 3 болады. Яғни 5-тен мынаны келтіретін болсақ 8 қосу 165-тен 2 тең 165-ім тұра берсін. 165-ті 5-ке бөлсек 33. 33-ті 8-ге бөліп 2-ке қосу, 2 көбейту 33 көбейту 8 қосу 2 тең болады 266. 266. Міне, осындай сан шығады екен. Біздің іздеп отырған бағанағы міне. Бізге тап деді ғой. Сан түрінде көрсет деді ғой есептің мен басында берілгенде. Яғни енді біз қазір бөліп көрек. 266 бөлу 165 тең
міне 1,61 66 12 12 12 деген сандар шыға береді екен. Яғни біздің шығарған есебіміз дұрыс деген сөз. Яғни оқушылар, құрметті оқушылар, осыны шығарып көріңіздер, және сіздерге қосымша мынадай бір есеп берейін. Сіздер енді өздеріңіз 2,5 периодта 14 деген осыны жай бөлшек түрінде жазып көрсеңіздер, осыны түсінген түсінбегендігіңізді анализ жасау үшін. Көп рахмет.